Бүгін Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов Қарағайлы шағын ауданында салынып жатқан 13 тұрғын үйдің құрылыс барысымен танысты. Бұл үйлердің құрылысын АЕН Групп мердігер компаниясы жүргізуде. Әкім 13 көпқабатты 712 пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс алаңына барып, жұмыстар барысын бақылап, сапасына назар аударды. Жалпы ауданы 67-де 9 мың шаршы метр болатын үйлердің пәтерлеріне 51 мың шаршы метр бөлінген. Қазіргі таңда мердігер компания қызу жұмыстарын аяқтап, техникалық қабатта салуға кіріскен. Және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қолдауға бағытталған мейірім акциясы аясында Жарма технологиялық колледжінің түлегі Алена Голубеваға 4 миллион теңгенің сертификаты табыс етілді. Аленаға 2012 жылдан бері Семей қаласының номер 1 емханасы әлеуметтік патронаттық көмек көрсетіп келеді. 2012 жылдан бастап емхана ұжымы оның отбасы банкіндегі шотына өз жалақысының 1% аударып отырған. 12 жыл ішінде жиналған 4 миллион теңге көлеміндегі қаражат Аленаға одан әрі білім алуына, өмір сүруіне үлкен қолдау болары сөзсіз. Биылғы жылы Көкпекті ауданындағы егін алқабы 86-да 7 мың гектарды құрайды. Оның ішінде дәні дақылдар алқабы 54-де 2 мың гектар болса, бидай 38-де 6 мың, арпа 14 мың, сұлы 1-де 6 мың гектарға, алмайлы дақылдар 32-де 4 мың гектарға егілген. Картоп 100 гектарға, көкөніс 146-да 8 гектар алқапқа отырғызылған. Ауданда жиын-терін науқаны 20 тамызда басталған. Бүгінде диқандар 45 мың тонна бидай, 19-да 3 мың тонна арпа, 2-де 4 тонна сұлы жинады. 2-де 4 гектар күнбағыс алқабының 1-де 1 гектары жиналды. Биыл елімізде алғаш рет жоғарғы білім қызметкерлері күні аталып өтілді. Осы мерекеге орай Шәкәрім университетінде ғылыми кеңістіктің кеңейтілген отырысы өтті. Салтанатты жиынға университеттің ардагер ұстаздары, профессорлық оқытушылық құрамы және бақ өкілдері қатысты. Кеңейтілген жиында оқу орнында орын алған трансформацияға қатысты ғылыми кеңестің құрамына ішінара өзгерістер енгізілді. Ректордың университеттің стратегиялық даму жөніндегі баяндамасы талқыланып, негізгі міндеттер айқындалды. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы Семей Таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.